Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, өз ақыл кеңестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Машинамен Алматыға келе жатырмын. Жол бойында Камри машинасының пары жанып, багажы ашық тұр екен. Өтіп барып тоқтадым. Көмек керек пе дедім. Машинаның дөңгелегі жарылған. Әдемі дауыспен «иә керек» деп арғы жағынан сұлу келіншек шыға келді. Машинаның дөңгелегін ауыстырып бердім. Ана елге есім кетіп қалды. Күлгені, киген киімі тіпті иіс-суы да өзіне жарасып тұр. Содан не керек, нөмерін сұрадым. Сіз менен кішкентайсыз ғой, оның үстіне мен тұрмыстамын деді. Мейлі деді. Сонда да мен оның нөмерін алып алдым. Содан не керек, жазып, SMS жазып, 2 күннен кейін кездестік. Кездесіп, анда-санда тұрып, құмарымызды қандырып аламыз. Сөйтіп, екеуміз екі жаққа кетеміз. Күйеуі айына бір болса болды, әйтпесе ол да жоқ екен. Өзі шөлдеп қалыпты. Қазір де кездесіп тұрамыз, бірақ тұрмыста болмағанына үйленер едім. Әйеліңіз измена жасаса, сіз не істер едіңіз?